Қазақтелеком акционерлік қоғамы табысты жүзеге асырып жатқан бастамалар мен бизнесті трансформациялау бағдарламасын ортақ мақсатқа бағыттап күш біріктіреді. Мәселен, телекоммуникациялар саласын жаңғыртып жатқан өрлеу бағдарламасының экономикалық тиімділігі жоғары. Экономикалық эффект көрілді. 2014 жылдың ішінде біз 2 миллиард теңге сол өрлеуден алдық. Енді мынау жылғы біз 15 миллиард теңгені алайық деп жатырмыз. Тиянақты жасалған ауқымды бағдарлама 2020 жылға дейін 200 миллиард теңге пайда келмек. Кездесуде компания құнын ұлғайтуға мұндағы жұмыстың негізгі 3 бағыты сараланды. Самұрық қазына тарапы телекоммуникация саласындағы еңбек өнімділігін ұлғайтуға екпін түсірді. Алдымен қызметкерлерді ынталандыру механизмдерін ойластыру қажет. Өйткені қазір 50 модем сатқан маман мен осы аралықта 250 модем сатқан қызметкердің еңбек ақысындағы айырма небәрі 7%. Келелі кездесуден соң компания келешекте HR саласына ерекше назар аударатын болды. Сейчас перед нами стоит задача состыковать две эти инициативы. Біздің қазіргі мақсатымыз қор мен компания қолға алған екі бастаманы сәйкестендіру. Олар бір-бірін қайталамай, ортақ мақсатқа күш біріктіру керек. Бәсекелі ортада жұмыс істеп үйренген компания болғандықтан Қазақтелекомды өзгеріске итермелеудің қажеті жоқ. Олар нарықтағы жағдайды жақсы түсініп, өздері ауқымды бастамаларға кірісіп, табысты ілгерілетіп отыр. Басты мақсат компанияның акционерлік құнын 250 миллиард теңгеге дейін арттыру. Алдымен шығындарды 2 миллиард теңгеге қысқарту көзделіп отыр. Осындай негізгі бағыттарды қамтып, трансформация мен Қазақтелеком бастамаларын сәйкестірген жаңа модель келер жылы дайын болады.